Адамға ең қымбаты өмір сүруге асығу керек. Өмірдің ең қиын кезінде де қасқайып қарап тұра біл. Сол қиын өмірдің өзін пайдаға асыр. Өмір теңіз, жүзем онда демеңіз, ізгіліктен жасалмаса кемеңіз. Әрі қажырлы, әрі сабырлы адам мұратына жетеді. Дән көтерген құмырсқаға тимеңдерші. Алысқаны өмір ғой, өмір сондай абзал ғой. Уақытты малайларша өткізбейтіндей жағдай жасау керек. Себебі адамның қолында іс, басында ой болмаса, тап сол сәтті-ақ жүрегі де, адамшылығы да бүліне бастайды. Өмірін тәуекелге тікпеген адам өміріне иелік ете алмайды. Өмірден кездейсоқ сыйлық күтуден тыйылып, өмірді өзін жасайтын мезгіл жеткелі қашан. Қанша айтқанмен теория сүреңсіз ғой досым-ау, ал өмірдің мәңгі балғын бәйтерегі осынау. Дүниеде түрлі өнер көп, өнерді тапқан шебер көп. Бүгін өткеннің нәтижесі әрі болашақтың бастамасы. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе болмаса жұмасына бір, ең болмаса айына бір рет өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өмірді қалай өткіздің екен, не білімге, не дүниеге жарамды, күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіпсің. Жоқ болмаса не қылып өткізгенің өзің де білмей қалыпсың. Ұйықтар алдында өткен күнде өзіңнің не істеп не тындырғаныңды ой елегіңнен бір өткізбей тұрып, көзіңді жұмушы болма. Өмірде мысал өлең секілді, ұзақтығымен өлшенбейді, мазмұнымен өлшенеді. Өмір сүру дегеніміз тынымсыз алға ұмтылу. Пайдасыз өмір сүру, мерзімінен бұрын өлу. Ешбір ісің бітпей қалмас сене бер, мойымастан төзе білсең сен егер. Өнеге де ұстазды өмір. Бір жолата мәңгілік жеңіске жетуге болмайды. Күн сайын жеңіске жетіп отыру қажет. Әрқашан қолы тимейтін адамдар әдетте ештеңе істемейтіндер. Сағаттың шықылдағы емес ермек, хәмиша өмір өтпек ол білдірмек. Бір минут бір кісінің өміріне ұқсас, өтті өлді тағдыр жоқ қайта келмек. Уақыттың үдесімен оның өзгерісіне ештеңе істей алмайсың. Жастық шағыңның қадірін білгейсің. Кейін қартайғаныңда жастық жылдарыңды мақтанышпен еске түсіретіндей етіп өмір сүр. Дүниеде үш нәрсе ғана: атқан оқ, айтылған сөз, өткен күн қайтып оралмайды. Өкінішке соқтырмайтын іспен ғана айналыс. Өзің білмейтін істен аулақ жүр. Бірақ білуге тиісті нәрсенің бәрін үйрен, сонда тыныш өмір сүресің. Азат басың болсын құл, қолдан келмес іске ұмтыл. Өткен күндердің бәрі емес, есте қалған күндерің ғана өмір. Бүгінгі күн кешегінің жемісі, ертеңгінің өркені. Төс болғаныңда төзіп бақ, балға болғанда соғып бақ. Бүгінгіде болашақтың белгісі бар. Болашақ байыппен баяу жылжиды, өткен күн үнсіз мүлгиді, ал қазіргі құйындай ұйтқиды. Кімде-кім ескіні шамадан тыс еске ала берсе, ол жаңа дәуірде құбыжық болып қалады. Егер дұрыс пайдаланар болсаң, уақыт қашанда жеткілікті. Уақыт үнемдеу, біз үшін дәлелдеуді қажет етпейтін шындық. Баяулық кейде өліммен тең. Үнемдеудің қай түрі болса да, айналып келгенде уақытты үнемдеуге саяды. Адам ғұмыры үнемделген уақыт есебінен ұзарады. Ақша қымбат, адам өмірі одан да қымбат, ал уақыт бәрінен де қымбат. Ертең деген сөз ынжықтар мен балалар ғана сылтаурататын сөз. Егер уақытты ең қымбат дүние десек, онда уақытты босқа өткізу барып тұрған ысырап қорлық болып табылады. Ақыл көркі тіл, тілдің көркі сөз. Кісі көркі жүз, жүздің көркі көз. Білімді аз, білімсіздер қаптаған. Ақылсыз көп, ақылдыны таптаған. Тіл, жүрегің шырын болсын қайдада, сөзбен есті тектен текке лайлама. Кім білікті, аты даңққа бөленер, кім өнерсіз, ат атақсыз көнерер. Қастық қылма,
арамдықты сайлама. Тый құлқыңды, жақсылық қыл қайда да. Сабыр түбі салқын сая жаныңа. Сабыр етсең, бұзылған іс түзелер. Жұрт алдында аузыңды бақ, лепірме. Күсейінде көз қадірін кетірме. Дос туғаннан лебізіңді аяма. Кішілкенді жылы жүзбен аяла. Аз сөйлесеңде аңдап сөйле. Таяқ еттен, сөз сүйектен өтеді. Сөз қалады, таяқ табы кетеді. Ащы айтты деп кінәлама ақынды. Ащы сөздің түбі балдай татымды. Аз ғана игі іске көп рахмет айт. Кісі алдындағы асқа қолыңды созба. Кісі айыбын ашқаннан жапқан жақсы. Мінезі жақсы төрге озар. Жақсы қылық адамға ас пен киім. Сәлем берген саулық береді, сәлем алған қызығын көреді. Үлкен келсе асыңды аяма, ыстық асқа үрлеме. Құрсақта біткен қылық қара жерге бірге кіреді. Сүтпен біткен ізгі қылық өлгенше өзгермейді. Жақсыдан шарапат. Өз пайдаңды ойлама, ел пайдасын ойла. Өз пайдаң соның ішінде. Жаман мінез жау қылмағандағылар. Ізгілердің ісі игі. Жақсының тілегі таусылмайды, жаманның мұңы бітпейді. Жаманға жуыспа, балдың да уы бар. Жақсы тілек тілейді, жаман күнде қарқап сілейді. Ескірген нәрсе ескі көрінер. Ірген ауыздан шіріген сөз шығады. Түсі игіден түңілме. Жазасын тартпайтын жамандық жоқ. Әділ сөз ащы көрінер. Әділ заң тірегің. Әділдік жолын өзің аш. Әділдік әкімдіктен де күшті. Ғайбат істің өлшемі өкініш. Жақсылардың ісін өсекшілер бұзады. Аққа қара тез жұғар. Сенім қазына байлықтан да артық. Ала жіпті аттама, жазықсыз қан төкпе. Бос жүрме, босқа жүгірме. Айласын асырған арыстанды алар. Кісіні ісінен таны. Бір істі екі кісіге тапсырмас болар. Кемеге мінген теңізге шығады. Не істесең де ықтиярыңмен істе. Асығыс түбі өкініш. Асыққан кешігер. Тілі мен нәпсісін тия білген қасиетті бойына жия білер. Шүкіршілік қылғанға шыр бітер. Ұстамды бол, сабыр ет. Шыдамдының айы оңнан туар. Сабыр етсең, ісің оңға асады, шүкір қылсаң, жамандықта қашады. Ұстамсыз бәлеге ұрынар. Әр нәрсенің шегі бар. Біреуге алтын күміс бер, біреуге атақ біліс бер, біреуге тек жұмыс бер. Кірісіне қарай шығысы. Құт кірген қақпаны жұрт қаумалар. Бағашылған адам бәріне ұнайды. Өмір күшті, өлім одан да күшті. Тағдырың бүгін мұнда, ертең анда айдайды. Барлық адамның тағдыры бір жерде түйіседі. Құл да өледі, қожайын да өледі. Бұл дүние көлеңкедей ойнайды. Қусаң қашар, қашсаң сенен қалмайды.